Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге танымал аспаздық дәмдеуіштердің керемет қасиеттері туралы айтқымыз келеді. Бұл хош иісті өнім кез келген ас үйде бар. Сонымен біз лавр жапырағы туралы айтқалы отырмыз. Оның көптеген пайдалы қасиеттері бар. Оны тіпті дәрі-дәрмектермен де теңестіруге болады. Ал егер сіз лавр жапырағын күнделікті шайнасаңыз, бұл әлдеқайда жылдам және күшті профилактикалық әсер етуі мүмкін бе? Арнаны ауыстырмаңыздар. Роликті соңына дейін қарайтын болсаңыздар, сіздер осындай сауықтыру әдісі туралы барлығын білетін боласыздар. Лавр жапырағы ежелгі заманнан бері белгілі. Лаврлар қасиетті, сиқырлы ағаштар болып саналады. Ал олардың жапырақтарынан жасалған гүл шоқтарын ерекше еңбек үшін деп тәж ретінде кигізетін болған. Лавр ұлылықтың, көшбасшылықтың символы ретінде, сондай-ақ қиындықтар мен аурулардан қорғауға қабілетті сәттілік пен өркендеу әкелетін өсімдік ретінде құрметтелді. Лавр жапырақтарында 65 пайдалы компонент бар. Дәрумендер, минералдар, эфир майлары, полиқанықпаған және органикалық қышқылдар. Лавр жапырағы бұл А, С және Б6 дәрумендерінің, сондай-ақ маңызды микроэлементтердің темір, калий, кальций және магнийдің табиғи көзі болып келеді. Осының арқасында лавр жапырақтары жоғары биологиялық белсенділікке ие және биохимиялық реакцияларды жеделдетеді. Өсімдікті табиғи катализатор деп те атауға болады. Яғни организмде болатын барлық процестерді жылдамдата түседі. Осындай бай құрамның арқасында лавр жапырағы пайдалы қасиеттердің әсерлі тізіміне ие. Біріншіден, бұл бактерияға қарсы, вирусқа қарсы және саңырауқұлаққа қарсы әрекеті болып келеді. Бұл әртүрлі микроорганизмдерден тудыратын инфекциялармен қабынуды жеңуге мүмкіндік береді. Терінің шырышты қабаттарының және ішектің микробтық көрінісін қалыпқа келтіру арқылы пайда болады. Лавр жапырағы пайдалы қалыпты микрофлораның дамуына мүмкіндік береді және сонымен бірге патогендік, зиянды микроорганизмдердің белсенділігін тежейді. Екіншіден, лавр жапырағы қақырықты сұйылтуға, бронхтарды тазартуға, тыныс алу жолдарының шырышты қабығының тітіркенуін азайтуға көмектеседі. Бұл тыныс алуды жеңілдетуге және жөтелдің қарқындылығын азайтуға көмектеседі. Алайда оның емдік қасиеттерінің тізімі мұнымен ғана шектелмейді. Оны әрі қарай жалғастырып айта беруге болады. Лавр жапырағы ағзаның иммундық қорғаныс жүйесін күшейтеді, қалпына келтіретін әсерге ие. Жалпы ағзаның ауруларға қарсы төзімділігін арттырады, дәрумендермен және минералдармен қамтамасыз етеді, метаболизмді жақсартады, сүйек жүйесінің дамуына ықпал етеді және қанның жаңаруын тездетеді. Ол қандағы қантты қалыпқа келтіреді, метаболизмді жақсартады және инсулин өндірісіне әсер етеді. Сонымен қатар жаман холестеринді де төмендетеді. Лавр сонымен қатар стресс гормондарының деңгейін азайтады, соның ішінде кортизолды да. Лавр жапырағы бұл тиімді тыныштандыратын құрал. Ол күндіз тепе-теңдікті сақтауға, ал кешке сапалы ұйқыны орнатуға және ұйқыға кетуді тездетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар таңертең ерте тұруды жеңілдетеді. Лавр жапырағы жүйке ұштарының қозғыштығын жеңілдетеді, бұлшықеттерді күшейтеді, аяқ қолдардағы құрысулар мен дірілдерді жояды. Өсімдіктің құрамына партенолиттер кіреді. Бұл заттар қабынуға қарсы әсерге ие, шығу тегі әртүрлі артриттерден пайда болатын буын ауырсынуын жеңілдетуге көмектеседі. Лавр жапырағы қанды зиянды қосылыстардан, соның ішінде ауыр металл тұздарынан тазартады, токсиндер мен қалдықтардың шығарылуын тездетеді, яғни детоксикация қасиеттеріне де ие. Лавр жапырағы жүрек тамыр жүйесінің жұмысын жақсартады. Оның құрамына кофеин мен лаурин сияқты қышқылдар кіреді, сондай-ақ рутин де бар. Бұл компоненттер жүрек пен қан тамырлары үшін маңызды болып келеді. Ал рутин тамыр қабырғаларын нығайтады және капиллярлардың сынғыштығын азайтады. Лавр жапырағы тамырлардың тонусын қалыпқа келтіреді, олардың қабырғаларын серпімдетеді және арасын кеңейтеді. Бұл қан қысымын бақылауға және дұрыс қан ағымын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл әрекет үлкен тамырларға да, кішкентай капиллярларға да таралып келеді. Лавр күшті антиоксидант қасиеттеріне ие, сондықтан ол созылмалы қабыну мен жасуша мутациясына қарсы тұрады. Сол себепті ол регенерацияны жақсартады, яғни тіндердің сауығу процесін тездетеді. Лавр жапырағы гемостатикалық, тұтқыр қасиеттерге ие. Теріде және шырышты қабаттарда микро жарақаттар мен эрозиялардың пайда болу мүмкіндігін азайтады.
Ас қорыту жолдарының шырышты қабығына жұмсақ әсерімен лавр жапырағы оны зақымдаудан және тітіркенуден қорғайды. Лавр жапырағы бүйректің сүзу қабілетінде арттырады, зәр айдағыш әсер етеді және артық сұйықтықты кетіру арқылы ісінуден арылтады. Хош иісті дәмдеуіш ас қорытуға да өте пайдалы болып келеді. Ол ас қорыту ферменттерінің белсенділігін ынталандырады, ішектің қозғалтқыштығын реттейді және тағамның қорытылуын жақсартады. Мұның бәрі асқазан ішек жолдарының жұмысына жағымды әсер етеді және іш қатудан арылуға көмектеседі. Лавр жапырағы ісінуді тиімді түрде жояды. Ал бұл тітіркенген ішек синдромындағы жағдайды жеңілдетеді. Сонымен қатар лавр жапырағы ерлердің де күшін жоғарылатады және әйелдердегі ауыр етеккір кезіндегі әл-ауқатты жеңілдетеді. Ғалымдар лавр жапырағының онкологияға профилактикалық әсер ететін таңғажайып қасиеттерін тапты. Антиоксиданттар, катехиндер, линолол және партинолитті біріктіретін өсімдіктің ерекше құрамы денені бос радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Сонымен қатар дененің гормоналды фонын да қалыпқа келтіреді. Осылайша лавр жапырағы бүкіл ағзаға, оның барлық мүшелері мен жүйелеріне пайдалы әсер етеді. Лавр жапырағы бірінші және екінші тағамдарға, хош иісті және ащы сусындарға, маринадтарға қосылып қана қоймайды. Одан қайнатпалар мен тұнбаларда жасалады. Жапырақтары термосқа тұндырылады, ванна суына да қосылады. Оның барлық жағымды қасиеттерін барынша пайдалануға мүмкіндік беретін қолданудың тағы бір тиімді және ерекше тәсілі жапырақтарды шайнау болып келеді. Мұны қалай дұрыс жасау керек? Эфир майларының концентрациясы біртіндеп жоғарылау үшін жапырақтың жартысынан бастау керек. Сіз оны өте мұқият шайнауыңыз керек. Оны ұнтаққа дейін ұнтақтаңыз. Ал үлкен құрғақ жапырақтарды жұтуға жол берілмейді. Себебі олар тамаққа жабысып, тыныс алуды қиындатуы мүмкін. Лаврды күніне бір рет, бірнеше минут шайнау керек. Ал шайнап болғаннан кейін қалған заттардың барлығын түкіріп тастау керек. Мұндай әдісті қолдану қандай жағдайларда пайдалы болып келеді? Респираторлық инфекциялар кезінде лавр жапырағын шайнау олардың көріністерін жеңілдетеді. Бактериялар мен вирустардан тезірек арылуға мүмкіндік береді. Танзилит пен фарингиттің өршуі, сондай-ақ ангина кезінде лаврды шайнау тамақ ауруынан толық құтылуға жақсы көмектеседі. Ларингит кезінде ол дыбыс иірімдерінің ісінуін азайтады және дауысты қайтарады. Пародонтоз ауруы кезінде лавр жапырақтарын шайнау қызыл иектің ісінуі мен қан кетуін жояды. Сондай-ақ бұл әдіс тіс шегісінің, қызыл иектің қабынуының, жиі стоматиттің алдын алу үшін пайдалы болып келеді. Ауыз қуысынан шайнаған лавр жапырақтарынан алынған концентрат өңешке, асқазанға және ішекке дәйекті түрде еніп, осы органдарға емдік әсер етеді. Қышқылдығы төмен гастрит кезінде тұз қышқылының өндірісін арттырады. Ас қорыту ферменттерінің жетіспеушілігі кезінде жеңілдік пайда болады, тәбет жақсарады. Әр түрлі аурулардан кейін тәбет болмаған кезде сіз лавр жапырағын шайнауыңыз керек. Бұл мәселені толықтай шешеді. Сонымен қатар осындай бонус туралы да айтпай кету мүмкін емес. Себебі лавр жапырақтарын шайнағаннан кейін тыныс алудың балғындығы қалпына келеді және жағымсыз иіс жоғалады. Егер сіз күн сайын бір жапырақты шайнап отырсаңыз, иммунитетті реттеуге болады. Ал бұл денені микробтардан, вирустардан және саңырауқұлақтардан жақсы қорғауға көмектеседі. Бұл әсіресе респираторлық инфекциялар жиілігінің жоғарылауы кезінде, яғни қыс-көктем маусымында байқалады. Лавр жапырағын мұндай пайдалану инфекциядан қорғауға көмектеседі және ауру сіздің жоспарларыңызды бұза алмайды. Жапырақтарды шайнаған кезде ауыз қуысынан шыққан пайдалы заттар қанға тездетіп енеді. Шындығында тілдің астында көптеген тамырлар шоғырланған және дәл осы жерде құнды заттардың қанға белсенді сіңу жүреді. Ал бұл тезірек әрекет ету үшін тілдің астына қойылған таблеткалар сияқты болады. Қан мен лавр жапырағының емдік компоненттері бүкіл денеге таралады. Егер сіз ұйықтар алдында лаврды шайнасаңыз, ол ұйқысыздықты жояды. Ал егер сіз оны таңертең шайнасаңыз, ол күні бойы сергектік береді. Сақтық шаралары мен қарсы көрсеткіштер. Лавр жапырағын шайнау кезінде белгілі бір сақтық шараларын сақтау қажет. Біріншіден, шайнаған жапырақтарды жұтудың қажеті жоқ. Екіншіден, жапырақтарды шайнау кезінде құрғақ жапырақтар жұтқыншаққа жабысып қалмауын қадағалау керек. Лавр жапырақтарын мұқият шайнау керек және қиындықтардан аулақ болу үшін асықпай шайнаған дұрыс. Лавр жапырақтарын шайнау балалар мен қарт адамдарға, жүктілік және лактация кезінде, неврологиялық және психикалық бұзылулар кезінде ұсынылмайды. Аллергиялық реакциялардың тек дәрі-дәрмектерге ғана емес,
кейде тіпті өсімдік сығындыларына да әсер етуі мүмкін екендігін есте ұстаған жөн. Кез келген жағдайда егер осындай сырқаттар болып жатса, лавр жапырағын қолданар алдында дәрігермен кеңескен жөн. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар.